Үшінші тарау. Құдайға шүкіршілік ету. Әй ұлым, білгенің жақсы, дүниеде адам баласы қанша дастарханды болғанымен барына қанағаттанып шүкірлік етуі қиын. Сен қаншалықты өзіңді менмендіктен сақтап, хәл қадірінше Құдайдың бұйрығын орындауға шын көңіліңмен ықылас етсең, сенің ғибадатың аз болса да көптің орнына өтеді. Тәңірім саған 5 түрлі тағат ғибадат орындауды бұйырды. Ол 5 түрлі тағаттың екеуі байлар үшін, оның біріншісі зекет беру, екіншісі қажыға бару. Қалған үшеуін барлық адамның орындауы шарт. Олар бірінші иман келтіру, яки Құдайдың жалғыздығына иланбақтық, оған тілмен ғана емес, жан діліңмен сену. Екінші 5 уақыт намаз оқу. Үшіншісі жылына 30 күн ораза тұту. Иман келтіру Құдайға жақын болудың белгісі. Намаз оқу Тәңірге жақын болуды мақұлдап, пенделікті мойындап, оның құдіретіне бас июдің белгісі. Ораза тұту Алланың құдіретіне бас июді қуаттап, пенделігіңді мойындап, ынсап қанағатқа келудің белгісі. Егер сен пенделікті мойындасаң, оның пенделік парызын орындау шарт. Егер де сенің қызметкер құлың болса, ол саған адал қызмет етуге міндетті. Сен Алла алдында адал қызмет атқармасаң, қызметкер құлыңнан да адал қызмет күтпе. Құдайдың саған істеген жақсылығын сен қызметкер құлына жасай алмайсың. Егер сен қызметкерінен бағынуды талап етсең, өзіңді жаратқанға мойын сұндыра біл. Оған құлшылық етуден қашпа. Егер де құлшылық қызметінен бас тартып, ұлылықты аңсасаң, ол кешікпей өз басына қатер төндіреді. Білгенің жақсы, намаз оқу, ораза тұту, Тәңірімнің саған жіберген жемісі. Оларды таза жанды пенделер үшін жаратты. Ол жемісті пайдалануда жалқаулық істеме. Білімсіздер қатарында кінәлі болып қалудан сақтан. Әзіреті пайғамбарым, намаз оқу ақылы сау адам үшін парыз деді. Намазды келеке ету, дінсіз қалу деген сөз. Бұрынғы даналар, жұма намаздан үмітің болса, бейсенбі күннен қамдан дейтін. Әй ұлым, менің айтқан сөзіңнен көңіліне күдік пайда болмасын. Намазды уағында және таза көңіл, ыстық ықыласыңмен атқарғын. Намаз оқыған адамның алдымен денесі, киімі таза болады. Тазалыққа қатты мән бер. Намаздың қазасынан бойдың тазасы артық дегенде сөз бар. Намаз оқығанда теңдік жағдай үстемдік етеді. Мешітте бай да кедей де қатар тұрып намаз оқиды. Егер намазда теңсіздік болса, байлар кедейдің қасында тұрмай, бөлек оқыған болар еді. Намаздың мақсаты денеңді таза ұстау. Сондықтан кедеймін, шамам келмейді деп зекет бермеуге, қажыға бармауға жол бар. Ал намаз оқымауға ешбір себеп жоқ. Бұл тарауда айтатын сөздер көп еді. Қысқартып айтқаным осы болды.